Сәлем достар, қалайсыздар? Мен бүгін сіздерге телефон арқылы қалай таргет жарнамасын шығаруға болатынын көрсетемін. Ол үшін бізге мынандай приложение керек болады. Яғни бұны сіздер App Store'да немесе Samsung телефондарында Play Market'тен тауып алуларыңызға болады. Бұл приложениенің атауы ADS Manager немесе реклама деп жазсаңыздар шығады. Так, енді бұл жерге біз өз Facebook аккаунтымызды енгізуіміз керек. Ең алдымен бұл жерде бірінші очередте реклама шығарғанға дейін жасалу керек әрекеттер бар. Соны жасауларыңыз керек болады. То есть, ал жерде Instagram аккаунтымыз бен Facebook аккаунтымызды бір-біріне жалғауымыз керек. Оны алдағы уақытта мен өз YouTube каналыма түсіріп салатын боламын. Так, қараңыздар. Мына жерде мен рекламный аккаунттар көптеп ашып аламыз, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Яғни рекламамызды шығарамыз. Мен осы мына жерде бізде 5 рекламный аккаунттар, екеуі оплачено, отключено или не погашено деп тұр ғой. Солар менде блокта тұр. Ал қалғандары ол ашық. Блокта тұрғандарды ашып алуымыз керек болады. Енді қараңыздар, реклама шығарамыз, ол жерден көк создать деген кнопканы басамыз и бізде цель таңдаймыз. Цель таңдаған кезде бірінші Instagram аккаунттарымызды таңдап аламыз, ол жерден жалғанған Instagram аккаунтымызды. Так, қараңыздар. Мына жерде біз мынау менде жалғанып тұр. Өзімнің Instagram аккаунтыма сонымен реклама шығарамыз. Көбінде трафик сайта деген цельмен жұмыс жасаймыз. Осыны басамыз. Басқаннан кейін бізде бұл жерде макетіміз таңдау керек болады. Яғни суретіміз, сурет немесе видео деген сияқты өзіміздің галереямыздан қарап таңдаймыз. Дайындап қоямыз алдын ала бір макетті. Менде қазір интернет нашар, сайт нашар болып тұр, сондықтан кез келген біреуін таңдай қояйын, немесе мынаны осылай таңдаймын и бұлай екінші бетке өтеміз. Мына жерде рекламный креатив дегенді өшіріп тастаймыз. И бірнеше фото қоюларыңызға болады мына жерден. Сториске қойсаңыздар болады мына жерден дегенде. Сториске қою үшін осылай дұрыс шықпайды негізінен креативті. Мен сол үшін сбросить етемін. Так, основной текст жазасыңдар мына жерге. Мысалы, бір ай тегін реклама шығарамын, бюджетсізден деген сияқты. Ал мына жерге сайт, мысалы, WhatsApp-қа сілтеме алып келуіміз мүмкін, Қазір мына сілтемелер жұмыс жасамайды, қысқартылған ссылкалар болу керек. Так, келесі призыв действияны таңдауымыз керек. Көбіне подробнее таңдағандарыңыз дұрыс. Осыдан кейін мына жерде Instagram аккаунт место размещения таңдаймыз. Бұл жерде место размещения вручную дейміз, сөйтеміз, Facebook очистить все деп өшіріп тастаймыз толығымен. Мына жерде мессенджер часть деп тұр. Мынаны өшіріп удалить тастаймыз. Тек қана Instagram қалады бізде. Instagram'ды таңдаймыз, әрі қарай кетеміз. Одан кейін далее басамыз. Аудитория таңдаймыз. Көбіне мен широкий аудитория таңдаймын. Мына жерде алдын ала дайындап қойғанмын аудиториямды. Әрі қарай кетеміз. Бюджет қоямыз уже. Нақты бюджет қойған кезде қараңыздар. Ежедневно на весь срок действия деп тұрады. Көбінде ежедневно деген таңдаңыздар, күн сайын алып отырады. Мына жерде валютаны таңдаймыз. Валюта доллар немесе мен көбінде сіздерге лайфхак нені таңдаймын. Венгерский валютаны таңдаймын. Хаф. Қайда еді? Вот. Форинт деп тұрады. Осыны таңдаймыз. Часовой пояс бізде Қазақстанда Азия Алматы деп тұр. Осыны таңдаймыз. Болды. И одан кейін мына жерде показывать непрерывно. Начать сейчас. 500 форинт аз болады бізге. Кемі 2000-2500 форинтті қоя беріңіздер. 2100 форинт қойсаңыздар болады.
осымен максимальный количествомен тұра берсін, бұған тиіспейміз. Күніне 2500 форинт алады. 2500 форинт дегеніміз ол примерно қазақстандық суммамен 2800-2900 теңгеге барады. Болды, әрі қарай жібереміз. Кез келген уақытта тоқтатуымызға болады рекламаны. Мына жерде рекламный аккаунт оплата енгізілмеген, мен карта енгізбегенмін. Сондықтан мына жерде жаңағы основной текст жазбағанмын. Сондықтан бұны не қылып тұр, қайтарып тұр. Основной текст толтыруымыз керек и картаны не қылуымыз керек. Вот солай реклама шығарасыздар без проблем. Етеміз, болды.